Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып қазақ тілі сабағы 115-ші сабақ сын есім. Сын есімдерді ажыратамын. Сурет бойынша мәтін құрастыруды үйренемін. 46-ші жаттығу. Бүгінгі сабақ көрден алдын каналыма тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі сабақтың мақсаты сын есімдерді ажыратамын. Сурет бойынша мәтін құрастыруды үйренемін. 46-ші жаттығу. Бұл жерде мәтінді түсініп оқу керек, және түсінігімізді айтамыз. Самыркеш ақшыл жолақтар бар, қоңыр қызғылт түсті орман құсы. Ол ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады. Ұя салар кезінде қалың орман ішіне енеді. Адамдарға көрінбеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестермен қорықсынеді. Осылайша табиғатқа едәуір пайдасын тигізеді. Өте пайдалы құс екен. Самыркеш деген бұл адамдарға көрінбейді, бірақ табиғатқа пайдалы құс болып саналады екен. Зиянкестермен қоректеніп тамақ жейді екен. Мәтін не туралы? Мәтіннің түрін анықта дейді. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Мәтін самыркеш құсты жайлы айтылған. Енді бұл мәтіннің түрі, бұл сипаттау мәтін болады. Яғни оны сипаттап отырады. Не қандай жерге салатын, немен қоректенетін, түсі қандай екен. Самыркештің сипаттау мәтіні болып саналады. 3-ші сұрақта қарамен жазылған сөздер ақшыл, қоңыр, қызғылт деген сөздер бар. Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Бұл қандай деген сұраққа жауап берсе, бұл сын есім болып саналады екен. Ал енді сын есім заттың сынын білдіретін сөз табы болып саналады. Сынын білдіріп тұр, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Осылай есте сақтап аласыздар балалар. Енді мына жерде есте сақтау бар. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді екен. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр деген сөздерге қандай деген қандай деген не алады? Сұрақ қойылады. Сұлу, жақсы, таза деген, қоңыр деген. Осыны есте сақтап алыңыздар. Бұлар сын есім болып саналады. Енді 47-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз. Шешуін тап дейді. Сырты жасыл, дәні қара, іші қызыл, шырын ғана. Бұл жұмбақтың жауабы қарбыз. Біз жейтін қарбыз, балалар. Іші сырты жасыл қатты болғанмен, іші дәні қара және іші қып-қызыл дәмді болады. Жұмбақтың шешуін табуға қай сөздер көмектесті? Өзің қорытынды жасап көр дейді. Бұл жерде жұмбақтың жауабына бізге мысалы сырты жасыл деген сөз, дәні қара деген, және іші қызыл, шырын деген, іші қызыл деген сөздер көмектесті. Дарбыздың сырты жасыл болады, іші қызыл болады. Осылай біз осы сипаттау арқылы дарбыз екенін таптық. Енді сын есімдер бұл жерде жасыл, қара, қызыл, шырын деген сөздерге қандай деген сұраққа жауап береді екен. Осы арқылы сын есімдер арқылы біз жұмбақтың жауабын таптық. Енді келесі жаттығуымыз 48-ші жаттығу. Суреттер бойынша мәтін құрастыр. Суреттер бойынша мәтін құрастырамыз. Бізге аю және баласы қонжық берілген. Енді қорқақ қонжық деп атасақ болады. Бұл жерде бала қашып баратқан судағы жаңағыдегі. Енді осыны біз неге түсіреміз? Мәтін құрастырамыз. Мына жерде аю және қонжық бар. Қорқақ қонжық деп атасақ болады. Бір күні аю қонжығын алып көлге шомылуға келеді. Қонжық жағалауда тұрған бақаны көріп тоқтап қалды. Бақа көлшігін қызғанып, қонжықты қорқытпақшы болады. Суға түспе, көлде сені бақалар су түбіне тартып кетеді. Мен сияқты бақалар бар, ол жерде шыға алмайсың деп қорқытады. Қонжық алды артына қарамай қашады. Анасы оны сезіп қалып, қонжықты ақырындап суға қайтарады, суға түсіреді. Ол сәлден соң суға жайлап үйренеді. Көлдің қорқынышы емес екенін түсініп жетеді. Осылай қорқақ қонжық туралы мәтін құрастыруға болады екен.
Келесі 49-шы жаттығу. Кесте бойынша сын есімдерді мағынасына қарай топтап жаз дейді. Мысалы, мына жерге сөздер берілген: үлкен, ірі, жасыл, жақсы, ащы, домалақ, қышқыл, қорғақ, құрғақ деген, иә, ұсақ, кіші, күлгін. Енді осыларды түсіне, дәміне, көлем, пішінге қарай, сапаға қарай ажыратып жазамыз. Түс: жасыл, күлгін, боз деген. Бұл түске жатады. Ал дәмге: ащы, қышқыл, дәмді, тәтті деген сөз кіреді. Көлемге: үлкен, ірі, ұсақ, кіші деген сөздер кіреді. Пішін деген сипаттауға домалақ, сопақ, сүйір жатады. Ал ең соңғы сапа дегенге жақсы, құрғақ деген сөздер жатады екен. Бұлардың барлығы жалпылай айтқанда не болады? Сын есімдер болады. Сөз табы сын есім болып салады. Осылай түсіне қарай, дәміне қарай, көлеміне қарай сипаттауларды жазып қоямыз, балалар. Келесі 50-ші жаттығу. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Мысалы, ребус шешеміз. Мысалы, тауық деген сөзде соңғы әріпте қ әрпін және әрпін, у әрпін алып тастаймыз. Уқ сөзін алып тастаймыз, та қалады, ребусты осылай шешеді. Ал қаз деген сөзде алдындағы қ мен әрпін, алдындағы әріпті алып тастаймыз. З қалады, не жерде з қалды. Ал ай деген сөзде соңғы и әріпті алып тастаймыз арт жақтан. Сонда а әрпі қалады. Сонда бізде таза сөзі шығады екен. Таза деген сөз шығады екен. Қандай деген сұраққа жауап береді? Бұл да сын есім, таза деген сөз. Енді шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құраймыз. Бірінші сөйлем: біздің сыныптың іші өте таза. Екінші сөйлем: мен кітаптарымды таза ұстаймын. Үшінші сөйлем: мен тазалықты жақсы көремін. Деп осылай сөйлем құрастырып жазып қойсуға болады, балалар. Таза сөзіне. Таза деген сөз бұл сын есім болып саналады деген. Қандай деген сұраққа жауап береді? Осылай жазып қоясыздар, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, оңаша түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Менің сабағымда каналында 2-ші және 3-ші сынып каналы қазақ тілі және математика сабақтары жүргізіледі.